Новоселов ауылдық кітапханасы Сұлтан Баймағамбетов ерлігіне 80 жылдығына орай естен кетпес ұлы есім естелік сағатын ұсынады. Ұлы Отан соғысындағы ұлы жеңісіміз достықты жырлаған, ер намысы болып аталған, ел дауысы болып шақырған жеңіс. Арын жалау етіп, жанын алау етіп, жауға аттанған ел ұлдары отанымыздың байтақ жерін, ақ сүт берген анасын, пәк күлкі шашқан баласын, парасатты данасын қорғады. Осы әділет жолында қасық қанын қиып, ұрыс даласынан қайтпай қалған қаһармандар қаншама десеңізші. Солардың қасиетті рухы бүгінгі бейбіт тіршілігіміздің нұрындай мәңгі шуағын шашпақ. Халық үшін құрбан болған қаһармандарымыздың ерлік жасап, Кеңес одағының ары мен тәуелсіздігі үшін жанын пида еткен боздақтар аз болған жоқ. Соның бірі Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Қоянды Ағаш ауылында дүниеге келген Сұлтан Біржанұлы Баймағамбетовтың есімі оның теңдесі жоқ ерлік ісі қазақ еліне мәлім. 1920 жылдың 1 сәуірінде Қоянды Ағаш ауылында дүниеге келген Сұлтан Біржанұлы Қашадайынан өткір еңбекқор болып өседі. Сұлтан Батырдың әкесі Біржан Баймағамбетұлы өзі заманның биі болыпты. Айналасына сыйлы, ауқатты кісі болса керек. Анасы Күнжамал ас-суға берекелі, туыс-туғандармен тату тұратын. 3 қыздан соң көптен күткен ер бала дүниеге келеді. Шаңырақтағы тұңғыш ер баладан кейін Зейнеп Біржанқызы дүние есігін ашады. 1940 жылы 13 қазанда Кеңес армиясы қатарына алынып, полк мектебін бітіреді. Майданда коммунист қатарына өтеді. Соғыста Ленинград майданда қарсы алады. Айлар өтер, күндер өтер, жылдар өтер. Ерлікті еске алатын күндер жетер. Сол кезде Сұлтан деген ер атағы көтерер көкке биік бір сілкінтер. Өзінің батырлық ерлігін 1943 жылдың 23 шілдесінде Ленинград майданының Синявино-Мгинск аумағында жүзеге асырды. Жау дзотының амбразурасын өз кеудесімен жапты. Жау пулеметінің үні өшті. Оралап жүгірген жауынгерлер сол жерде бекініс ішіндегі немістердің бәрін қырып тастады. Денесіне 10 оқтың тигенін көріп, жауынгер достары Сұлтанның алдына бастарын иіп, көздеріне жас алды. 1944 жылдың 21 ақпанындағы Кеңестік социалистік республикалар одағының жоғарғы кеңесі төралқасының жарлығымен Сұлтан Біржанұлы Баймағамбетовке қаза тапқаннан кейін Кеңес одағының батыры атағы берілді. Әулиекөл ауданындағы Ұлы Отан соғысының батыры Сұлтан Баймағамбетов есімі берілген оқу ордасының қабырғасында өлкетану музейі ашылды. Мұражайда Кеңес одағының батыры Сұлтан Біржанұлы Баймағамбетовтың фотосуреттері мен батыр туралы ақпараттар толықтырылған. Сонымен қатар Ұлы Отан соғысы кезіндегі Сұлтан Баймағамбетов батырлығы ерлігін 1943 жылы Ленинград майданының Синявино-Мгинск макеті қойылған. Ардагердің меншікті заттарын, ордендер, кітапшаларын марапаттау парақтарын көруге болады. Сол сұрапыл жылдардағы әскери хроникаға көз жүгіртсек, Ленинград және Волхов майданында болған соғыс макеттері көз алдымызға жауынгерлердің жасаған ерліктері, болашағымыз жарқын болсын деп жан қиған батырларымыз еске түседі. Батыр есімі Әулиекөл ауданындағы Кеңшарға мектепке және Қостанай қаласындағы көшеге берілді. 1944 жылы 5 мамырдағы қалалық кеңестің шешімімен Красный Пахыр көшесі Кеңес одағының батыры Сұлтан Баймағамбеттің есімімен аталды. Жауынгер ерлігі ұмытылмайды.